Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Деректер базасымен танысу және базасымен танысушыларға арналған жолбасшы, яғни бұл презентацияда, бұл сабақта сіздер бастаған, яғни бағдарламалауды бастаған және IT мамандарына деректер базасының негіздерін, SQL, NoSQL айырмашылықтар, сондай-ақ заманауи орын құралдарын пайдалануды үйренетін боламыз. Мәліметтер базасына кіріспе, яғни деректер базасы бұл ақпаратты сақтауға, басқаруға және оңай қол жеткізуге мүмкіндік беретін ұйымдастырылған мәліметтер жиыны. Ол кез келген бағдарламалық қамтамасыз етудің негізі болып табылады. Себебі барлық, мысалы, сайттар, платформалар барлығы да тікелей мәліметтер базасы болады. Бұл мәліметтер базасына, яғни мысалы егофта мысалы айтатын болсақ, бүкіл Қазақстандағы тұрғылықты халықтың, яғни құжаттары, олар туралы ақпараттары, олардың мысалы жұмыс жасауы, немесе мысалы көлік иесі болса, жеке мүліктері, олардың банағы іс-әрекеттері, сонымен қатар сотты болуы, сотты болмауы, денсаулығына байланысты, біліміне байланысты барлық мәліметтердің барлығы мысалы сол егов деректер базасында сақталатын болады. Бұл мысалы қажетіне байланысты сұраулар жасау арқылы біздер кез келген уақытта аламыз, және құжаттамаларды мысалы қайтадан біздер қалыптастыруға, яғни қалпына келтіруге мүмкіндік береді. NoSQL мен негізгі айырмашылықтары бұл базаның архитектурасын талдау жобасының қажеттіліктеріне байланысты. Екі негізгі модуль құрылымы бар: құрылымдық SQL және құрылымсыз жартылай SQL, яғни NoSQL. Яғни SQL реляциялық, яғни мәліметтер кестелерде сақталады және қатаң схемаға негізделеді. Асид кассеттері, яғни автоморлық, яғни бұл жерде асид қасиеттерін қамтамасыз етеді. Мысалы, PostgreSQL, MySQL, Oracle сияқты. NoSQL ол реляциялық емес. Бұл икемді схема мәліметтерді, құжаттарды кілт және кілт мән жайларында, яғни немесе графтарды сақтайды. Бұл жерде масштабтауға және үлкен көлемді өзгермелі деректерге арналған. Мысалы, MongoDB, яғни Cassandra, Redis сияқты айта келе аламыз. SQL деректер базасының негіздері. Көптеген қосымшалар үшін PostgreSQL, яғни немесе MySQL ең танымал, таңдаулы болып қала береді. Оларды басқару үшін SQL тілін білуі қажет. Кестелерді құру, create table, деректерді сақтау үшін қажетті бағандар мен олардың деректер типін анықтау, мысалы деректерді алу, select, яғни белгілі бір шарттарға сәйкес келетін мәліметтерді сұрау немесе шығару, деректерді қосу, insert, жаңа жазбаларды, карталарды кестеге енгізу, жаңарту және жою, update, яғни delete сияқты тегтермен, яғни жою мүмкіндіктері бар. Қатардағы мәндерді өзгерту немесе қатардағы мәндерді жоюға тікелей байланысты. Select деректерді базасының жүрегі, яғни select сұранысы бұл SQL-дің ең маңызды операциясы болып табылады. Ол күрделі сүзгілеу, топтау және реттеу арқылы қажетті ақпаратты шығаруға мүмкіндік береді. Мысалы, мына мысалдан көре аламыз да, select батырмасы арқылы сұраныс жүргізген, яғни customer, яғни клиенттің ID, яғни мына Kevin, яғни order арқылы біздер негізгі сұранысты өңдейміз. Яғни бұл жердегі кілттік сөздерге назар аударатын болсақ, яғни жазбаларды сүзу, яғни group B, яғни нәтижелерді топтау, having, яғни топталған нәтижелерді сүзу, order B, яғни нәтижелерді реттеу.
қарап отырсаңыздар, join әртүрлі кестелерді біріктіру болып табылады. Келесі біздерде орымге көшу, яғни код арқылы басқару. Орым Object Relation Mapping, яғни әзірлеушілерге деректер базасы мен SQL тілін қолданбай, яғни өздерінің таңдаған бағдарламалық тіліндегі, мысалы Python, JavaScript сияқты объектілер арқылы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Кодтау жылдамдығы, яғни SQL сұраныстарын қолмен жазудың орнына орым функцияларды немесе әдістерді пайдалануға мүмкіндік береді. Қауіпсіздігі жағынан SQL инъекциясы сияқты қауіптерді азайтады, өйткені ол сұраныстарды автоматты түрде қауіпсіз етеді. Прототиптік, яғни деректер базасын оңай ауыстыруға болады. Мысалы, MySQL-ден Postage SQL-ге, өйткені орым айырмашылықтарын өзі реттеуге мүмкіндіктері болады. Шол танымал орым құралдарына шолу жасайтын болсақ, орым Alchemy, мысалы SQLize сияқты орым құралдары бар. Бұлар әр бағдарламалық экожүйесінің өзінің танымал орым шешімдері бар. Бұл құралдар деректерді модельдеуді және сұранысты жасауды жеңілдетеді. Яғни Prisma JavaScript, яғни JavaScript заманауи схемаға негізделген орым әзірлеушілердің тәжірибесін жақсартуға бағытталған. SQL Alchemy, яғни Python тілінде Pythonдағы ең қуатты және икемді орым, кез келген реляциялық базасымен жұмыс істеуге мүмкіндік бар. SQLize, яғни SQLize уәделерге негізделген ескі, бірақ сенімді орын болып табылады. Көптеген әзірлеушілер қазіргі уақытта да қолданады. Қорытындылай келе, жалпы негізгі база негіздері, яғни SQL құрылымдық және NoSQL-ның айырмашылықтарын түсінген болатынбыз бүгінгі тақырыпта, және SQL тілін меңгеру, Select, Insert, Update, Delete сияқты негізгі сұраныстармен жаттығып тәжірибеде қолдануға мүмкіндігіміз бар. Орымды зерттеу, яғни өз экожүйесіндегі, мысалы Python үшін SQL Academy орым құралдарын қолдануды бастаңыз. Бұл әзірлеуді жеңілдетеді, яғни веб қосымшаларды, өздеріңіздің мобильді қосымшаларыңызды әзірлеуді жеңілдетеді. Деректер базасымен жұмыс істеу кез келген әзірлеушілердің маңызды дағдысы. Үнемі жаттығу арқылы сіз деректерді үнемі тиімді басқаруға мүмкіндігіңіз болады. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.